Тұрсынбек Аманғалиұлы Қабатов 1979 жылы 10 қазанда Батыс Қазақстан облысы Қазталов ауданы Ақбатер ауылында дүниеге келген. Ол ешбір өнер мектебін бітірмесе де, Тәңір берген талант пен тынымсыз еңбектің арқасында халық ықыласына бөленген жан. Отбасында 6 ағайынды, оның 3-і ұл, 3-і қыз. Тұрсынбек үйдің екіншісі. Ағасы Мырзабек бүгінде өзімен бірге жүріп, барлық жұмысына атсалысады. Оны әзілкештің директоры деп те айтуға болады. Өзінен кейінгі қарындасы Зәмзәгүл алматылық азаматқа тұрмысқа шығып, бүгінде осы жерде тұрып жатыр. Бұдан кейінгі қарындастары Баршагүл мен Еркем Орал қаласына өздерінің отбасыларымен қоныстанған. Кенже інісі Мейрамбек те үйленген. Анасы дәл қазір осы інісінің қолында. Балалары аналарын атымен Шипа деп атайды. Шын есімі Талиға. Әзілкештің есімі батып бабасына атасын деген ниетпен нағашылары қойған. Жұбайының аты Мөлдір, балалары әдемі, Айым, Аяру мен Нұриман. Тұрсынбек Қабатов Астана қаласындағы Сайкен Сейфуллин атындағы аграрлық университетті тәмамдаған. Бірақ мектептен кейін бірден оқуға түспей ауылда шопан болады. Рахмет баршаңызға. Міне бүгін қайырлы тұрсақ, Аллаға шүкір, осы тәуелсіздік алғалы еліміздің қай өңірі болсын керемет дамып жатыр. Осының барлығы байқап отырсаңыздар осы тыныштықтың арқасында. Сондай-ақ университет қабырғасында жүріп, аграрка сарбаздары Астана қызы Казах есімді командаларда өнер көрсетеді. Қабатов алғашқы концертін тойларға бергенде айтып, жиі әзілдейді. Сондай-ақ далада ән айтып жүрген жігітке ешкім сынамайтын өзіне ұмытып. 2000 жылы Астанаға бара алмаса, Оралда жүріп әртіс боламын деп шешім қабылдайды. Осы арманмен ауылдан Оралға жол тартады. Мәдениет жылында өнерпаздарға арналған кастинг өтіп, Тұрсынбек те құрдастарымен бірге бақ сынап көреді. Қолында дипломның жоқтығы мен орыс тілін білмеуі айтарлықтай кедергі келтіреді деп ойлайды. Кастингке бір күн қалғанда әзілкеш түнімен Мұрат Күспей мен Қыдыр Мырза әлінің орыс тіліндегі өлеңдерін оқып, соларды жаттай бастайды. Ертесінде кастингте алғаш қойған Әжі Мырзабаев деген студент туралы болады. Бір қызығы, Қабатов сол сәтті әзіл айтамын деп ойламаған. Бұл әзілді де сол кезде сахнада тұрып ойлап тапқан. Бүгінде өз әзілдерінің 80% импровизация арқылы жасалатынын айтып жүр. Осылайша ол Ғарифолла Құрманғалиев атындағы филармонияға алғаш рет жұмысқа тұрады. Кейін Астана қаласында өткен Дала дарындары атты фестивальге қатысып, бірінші орын жеңіп алады. Әзілкеш осы кезде Астанада өткізген 3 күнде аяғының тоңып жүрген жымия отырып еске алады. Қалың аяқ киім алуға ақшасы жетпеген екен. Кейін араға бір ай салып Астана мәдениет басқармасынан концертте өнер көрсетуге шақыртып алады. Турист қонақ үйінде жатып, 4-ші күні елбасының алдында концерт береді. Осы концерттен кейін не істерін білмеген Қабатов бір айға жуық уақыт қонақ үйде жатады. Ақырында мәдениет басқармасына барып, өзінің көптен бері сол жерге жұмысқа алынғанын біледі. Мұны өзіне ешкім ескертпеген екен. Араға 2 жыл салып, Төлеген Мұхамеджанов оған Еуразия университетінің жанынан 3 бөлмелі пәтер берілетінін хабарлайды. Бірақ ол айлық пәтер ақысы қымбат болар деген оймен бұл пәтерден бас тартады. Ақырында 2001 жылы айтылған пәтерді 2010 жылы бірақ алады. Соның кілтін қала әкімі Иманғали Тасмағамбетов табыстайды. Сүйіктісімен аграрлық университетінің қабырғасында жүріп танысады. Мөлдір сол жерде домбыра үйірмесіне қатысатын болған. Бастапқы 2 ай қазіргі жұбайы қарамай қояды. Кейін екеуі 8 ай қыз жігіт болып жүріп, сүйіктісі 3-ші курста оқып жүрген шағында алып қашады. Мөлдір Мұқанова бұл кезде 20 жаста. Мөлдір Мұқанова Оралға келін болып келгенде әйел адамдардың орамал тақпайтынына, сондай-ақ жасы үлкендерге сәлем салмайтынына таңғалады. Тіпті басында орамал жоқ деп көліктен түспей қойған екен. Әзілкеш Дос және Еркебұлан деген достарымен бірге сүйіктісін көлікпен алып қашады. Қабатовтың айтуынша елордаға келгелі мінезі еш өзгермеген десе де, 20 жастағы Тұрсынбектің Астана күні Алматы қаласында. Міне бүгін қарап отырсақ, Аллаға шүкір, осы тәуелсіздік алғалы еліміздің қай өңірі болсын керемет дамып жатыр. Осының барлығы байқап отырсаңыздар осы тыныштықтың арқасында. Өзі ең бастысы халыққа деген құрметін өзгерген жоқ, қарапайым шынайы болып қалғым дейді. Біз өз сондай бір спокойный қалыппыз. Біз өз байқайсыздар ма? Мынандай бір
қатты дыбыстардан қорқамыз. Бір жерде бірдеңе танк түсіп аэропорт вокзалға бар, бір жерде жаңағы хабарлап жатады ғой. Дин-дин, құрметті жолаушылар. Бүкіл жерге тыныш. Бұл айтқанмен қыздар да келісіп отыр. Сондай-ақ ол әлі күнге дейін қыздарының құлағын теспеген. Болашақ жарлары сырға салуға келген кезде ғана тесіп беретінін айтады. Мұнымен қатар ол қыздармен физиологиядағы өзгерістер тақырыбында ашық сөйлесетін болып шықты. Осыны білмегендіктен ертең қыздары арам ойлы жігіттерге алданып қалмаса екен деген ниетте. Туысқандарына сыйлы, келіншегі үшін сүйікті, балаларына жан дос болған Тұрсынбек Қабатов бүгінде әзіл әлемі КТА, Назар Аудар сынды театрларының директоры. Жаз айында Экспо аумағында орналасқан жаңа театрдың жетекшісі болып тағайындалды.